Айт жаңағыңды. Мысалы біз Шымкентте айтасыз. мысалы біз айтамыз да, мысалы Шымкентте қызға қалың мал сұрайды, иә. Біз мысалы оларға күлеміз. Неге олар қалың мал сұрайды деп. Мысалы менің қызым оқыған, дипломы бар, жоғары білімді деп, олар өзінің қалың малын, оқыған қыздың қалың малы көп болады. Мен өзім ойлаймын, бұл олар өзінің қызын құндап отыр. Яғни жаңа айттық қой. Баға беріп отыр. Баға беріп отыр қызына. Баға беріп. Менің ойымша ол дұрыс. Өйткені жеңіл келген нәрсе жеңіл кетеді. Мен сөйтіп ойлаймын. Оған ал енді біз мақтаған. Біз ал енді мен енді оған опровержение жасаймын. Иә. Иә. Ол қазіргі заманға сәйкес, например, өміркен бұрынғы заман мен қазіргі заманға келтіріп отыр ғой. Иә. Неге? Себебі бұның ой пікірінде месяц бір болған соң бұл ескі заманды құндылайды. Иә. Солай ма жоқ па? Иә. Ал енді мен месемтер, мен жаңа заманды құндылық айта аламын, что диплом мен наным адамдікі бөлік қазір. Ол 10 диплом болуы мүмкін, артынан сонша оқыттық деп оның бәрін тіркеп салады, например, 5 жыл қызды оқытты, институтқа оқытты, оның дүниесі осындай деп. Бірақ ол қыздың санасындағы нанымы қандай? Диплом сатып алуға да болады ғой. Ол дипломмен біз оценка жасап, артындағы мүлік ол баға ғой. Например, ол қыз осы диплом бар. Сол дипломға осынша дүние алу керек оған. $10,000 дейді, қалың мал. Сұрайды. А бірақ ол деген нанымы ғой адамның. Қазіргі келгенде заманға. Біз бәріміз білеміз, миллиондаған адам диплом бітірген, бірақ кәсібімен жұмыс істей алмайды. Онда значит соғыс көруге болады Омардың нанымына. Убеждениесі солай болу керек дегенге. Енді ол менің пікірім. Керемет. Келісесіз Омар? Иә, өйткені жалпы мынау қарама-қарсы пікірлер болу керек. Қазақ айтады, жалғыз шапқан ат жүйрік дейді. Адам ешқашан жалғыз шаппау керек. Дұрыс. Мына Конфуцийде бір сөз бар, хэ деген принцип бар, айтады. Егер барлық адамдар бір пікірде болып бірлікке келсе дейді, ол қоғам құлдырайды. Дұрыс. Сол себептен бізде Сюдсайда работа с возвращением. То есть мен постоянно бір проблема тудырып отырамын. Сол проблемаға халықтың моралі шүкірлейді, қарама-қарсы. Сол қарама-қарсы қарап отырып, мен программа дайындаймын. То есть работа с возражением. Сол кезде қанша пікір қарама-қарсы шықты, сонша пікірге мен дайындаймын адамдардың коучқа санасына. Сол арқылы ғана біз біле аламыз жолымызды. Работа қарама-қарсы возражение. Ең үшін міне мынандай. Қазір бізге осы мына нәрсе керек. Қазір енді коуч дайындаймыз ғой. Бізге қазақша коуч дайындау керек. Түсіндің ба? Себебі қазір уже 60% уже в общем халықтар уже өз тілімізге дайын. Енді бізге мына қарама-қарсы үйрену керек. Коучтың бәрін қазақ тілге ауысып, сол сөздер болу керек. Сол кезде адамға тез кіреді. Қарама-қайшылық, возражение деп жатады ғой, соның бәрін бізге қазақ тілге айландырса, онда біздің қазақша білдер тез көтеріледі, халықтың санасы тез ашылады. Солай ма? Иә, мынау қазақта мындай бір сөз бар, сол осыны дәл береді осы ситуацияда. Екі жақсы дейді, екі жақсы. Керісіп отырып келіседі дейді. Дұрыс, иә. Екі жаман келісіп отырып керіседі дейді. Сонда жақсылардың жолы қандай? Олар керісіп алады, бірінші ершекспей бекіспейді дейді. Иә, ершекспей. Сонда керісіп отырып дейді, жаңағы точка соприкосновения табады. Яғни келіседі. Өйткені екеуінің де мүддесі біреу, елдің қамы. Ал жамандар келісіп отырады, керіседі дейді. Олар бір-бірінің жақсылар деген ол объективтік реалида тұр ғой, шындық. Иә, объективтік реалида өмір сүретін адамдар қазақ жақсы дейді, ал субъективті өмір сүретіндер жаман дейді. Иә, о енді біз орын таптық. Иә. Бізде неге біз айтамыз ғой, адамның жаманы жоқ, жақсы жоқ. Бірақ енді айланып келгенде субъектив пен объективті бөлінгенде, субъективті онда біз түсінеміз.